Бәріне сәлем. Бүгін биология 7 сынып 3-4 тақырыптар экологиялық сукцессия, экожүйелердің алмасуы, адам экожүйенің бөлігі деген тақырыптарды қарастыратын боламыз. Ең алдымен экожүйе деген терминге түсініктеме қалыптастырайық. Экожүйе бұл ұзақ уақыт бойы қатар тіршілік етіп, бір-біріне өзара әсер ететін алуан түрлі тірі ағзалардың және жансыз табиғат факторларының тұрақты жиынтығы. Экологтар экожүйе арасында айқын шекара жоқ деп есептейді. Ең үлкен экожүйе биосфера деп аталады, және оның ішіне біздің ғаламшарымыз бен онда тіршілік ететін барлық тірі ағзалар осы экожүйеге жатады. Өз кезегінде ол материктер мен мұхиттар экожүйелері болып табылады. Мұхит экожүйесіне арал, топарал, маржан рифтері, мұхит тереңдігі және тағы басқа экожүйелері болып бөлінеді. Және тағы бір мысалға, материк экожүйесі тау, жазық, шөл, көл экожүйелері, жеке тау шыңдары, шатқал, орман, шалғын сияқты тағы басқа едәуір ұсақ экожүйелерге бөлінеді. Ендігі кезекте экологиялық сукцессияға өте аламыз. Бұл дегеніміз табиғаттағы бір экожүйенің біртіндеп өзгеріп, оның орнына жаңа экожүйенің қалыптасу процесі. Басқаша айтқанда, бір жерде тірі ағзалар мен өсімдіктер түрлері біртіндеп алмасып, жаңа тұрақты табиғи орта, яғни экожүйе пайда болады. Бізде ол екі түрге бөлінеді: бірінші реттік сукцессия және екінші реттік сукцессия деп. Бірінші реттік сукцессия бұл тіршілік бұрын болмаған жерде жүреді. Мысалы, жанартаудан кейінгі жаңа тас бетінде әрі қарай жаңа тіршілік қалыптасады. Екінші реттік сукцессия бұрын тіршілік болған, бірақ жойылған жерде жүреді. Мысалы, өртеніп кеткен орманның қалпына келуі деген сияқты. Ары қарай бірінші реттік сукцессияны толығырақ қарастырайық. Бұл жерде мен сандармен бірнеше этапқа бөліп қойдым. Ең алғашында бізде топырақ түзіле қоймаған жерде пайда болады. Басқа ағзалар әлі тіршілік етпейтін жерде өсу қасиетіне байланысты оларды қоныстауды бастаушылар деп атайды, немесе пионерлер деп атайды. Бұл экожүйенің пайда болу сәті. Келесі бізде біртіндеп жартас жыныстары температураның ауытқуынан бұзылады. Ол жерде қыналар, бактериялар болады, және олардың кейбір түрлері тау жыныстарын бұзатын заттар бөлуге қабілетті. Және олар түзген жарықшаларда мүктер пайда болады. Аздап топырақ қабаты түзілген соң, ол жерге біршама ірі өсімдік ағзалары, әртүрлі шөптер өсе бастайды. Содан кейін алғашқы жануарлар да қоныстанады. Бұл саты экожүйенің қалыптасуына сәйкес келеді. Біртіндеп топырақ қабаты қалыңдай береді, әрбір тірі ағза топырақта қара шіріктің жиналуына себеп болады. Топырақ қабаты экожүйеде ағаштар мен бұталардың өсуіне жеткілікті болғанда ғана экожүйе тұрақты деп саналады. Суретке қарайтын болсақ, ең алдымен бізде бірінші суретте жазық, яғни жазық дала, шөп болады. Келесі бізде шөп көбейген, бұталар қалыптасқан, ағаштарымыз қалыптасқан, ал үшінші суретте бізде кәдімгі орман қалыптасқан. Екінші реттік сукцессия, оған біз бұрын болған экожүйе тіршілігін жойып, енді біртіндеп қалпына келе бастаған жағдайда қалыптасады. Экожүйе орманда өрт пайда болған кезде, сел жүргенде, мұз қатқанда, су басқанда немесе адам іс-әрекеті салдарынан жойылуы мүмкін. Мысалға, орман ағаштарын кескенде. Тағы да суретке қарайтын болсақ, бірінші суретте бізде жанып кеткен, яғни өртеніп кеткен орман көрсетілген. Бұл жерде ағаштарымыздың түрлері де және де шөп те бұл жерде жоқ деп айтсақ болады. Ал астындағы суретте бізде бірнеше жылдардан кейін, яғни қайтадан қалпына келе жатқан түрі, қайтадан шөптеріміз өсіп келе жатыр, ағаштарымыз қалпына келіп келе жатыр деген сияқты. Және әдетте осы екінші реттік сукцессияда бастаушы ағзалар емес, көбінесе тұқымдары көрші аумақтан шығып келген өсімдік ағзаларынан, және де осы тұқымы топырақта бұзылмай қалған жергілікті түрлерден басталады. Келесі тақырып бізде адам экожүйенің бөлігі. Біз білеміз, адам экожүйенің негізгі бөлігі, және де адам бізде тіршілік ету әрекеттерін жасайды, яғни өседі, қозғалады, көбейеді, қоршаған ортадан энергия алады, қоректік заттар алады. Және де адам бізде талғусыз қоректену типіне жатады екен. Адам алғаш пайда болған кезде басқа жануарлар сияқты табиғатпен үйлесімді өмір сүрді.
Ерте адамдардың өмірі қазіргі шимпанзелердің қауымдастығына ұқсас болған. Адамның экожүйеге әсері бізде біртіндеп күшейе бастады және ең алғашқы заманнан бастайық. Ең алдымен адам экожүйеге алғаш рет айтарлықтай әсерін отты аңшылықта қолдану арқылы көрсетті. Мына суретті қарайтын болсақ, олар осылайша топ-топ болып өмір сүріп, осылай ормандарды өртеу арқылы, тұяқты жануарларды қуып аулау әдісі арқылы табиғи ортаны қатты өзгертті. Және де осы жерде бізде бір ақпарат бар, қызықты ақпарат. Яғни байырғы заманда бізде мамонттар дейтін өте ірі жануарлар болған. Бірақ та адамдар оларды жартастардан құлату арқылы көп өлтірген және де соның әсерінен мамонттар заманнан жойылып кеткен. Кейін адамның санасы дамып, табиғаттан дайын тағам аулаудан гөрі өсімдіктерді өсіру және жануарларды қолға үйретудің тиімді екенін түсінді, және осылайша бізде ауыл шаруашылық қалыптасып, өсімдіктердің жаңа сұрыптары мен жануарлардың қолтұқымдары пайда болды. Жасанды экожүйелердің пайда болуы. Өркениет дамыған сайын адамның табиғатқа ықпалы күшейді. Адам тек табиғи экожүйелерді өзгертіп қана қоймай, өз қолымен жаңа жасанды экожүйелер жасай бастады. Сонымен қатар қалалар, жолдар, шахталар, кеніштер сияқты өндірістік аумақтар да жасанды экожүйеге жатады. Және бұл жерлерде табиғи жағдайлар толық өзгеріп, адам ықпалы басым болған жерлерді осы агроценоздар деп атаймыз. Және де мінеки келетін болсақ, мына суреттерге қарайтын болсақ, бұл жерде бізде егістіктер, жайылымдар, бау-бақша, ферма, сонымен қатар қалалар, шахталар. Бұлардың барлығы бізде агроценоздар. Олар бізде адамның әсерінен толықтай өзгерген аумақтар. Оған бізде және де өндірістік аумақтар да жатады екен. Енді бұл бізде қорытындылайтын тапсырма деп айтсақ болады. Бұл жерде бізде осылай 5 этап берілген. Бұның ішінде экологиялық сукцессияға қатысы жоқ бір кезең бар. Осы кезеңді табуларыңыз керек. Және де осы кезеңді тауып комментарий жазып кетсеңіздер болады. Осымен біздің тақырыбымыз соңына жетті. Тақырыпты оңай әрі түсінікті етіп жеткіздім деп ойлаймын. Суреттер арқылы түсіндірген өте оңай және де жаттауды оңай деп ойлаймын. Сондықтан назарларыңызға рахмет.